Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Сұмдық қорқынышты факті мен оқиғаларды күтіп қалдыңыз ба? Солай болса лайк басып қоямыз. Біз қайта өз бақытымызға келдік. Бүгін біз Америкада жұмбақ болып қалған қонақ үйде болған адам өлімі жайлы айтамыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. 2013 жылы қаңтардың 26-сында 21 жасар канадалық азамат Элиза Ла Лос-Анджелес қаласындағы Сисил деген қонақ үйге келген. Осылайша бар оқиға басталды. Элиза Ла ең алғашында топпен бөлме алған еді, яғни хостел. Одан кейін Элиза Ла жеке бөлмеге тапсырыс берген, себебі сол топтағы бір адам мазамды алды деді. Элиза Ла қонақ үйдегі лифттегі бейнежазбаға ғана жазылған. Бірақ бұл бейнежазбадан көптеген біртүрлі нәрсені көруге болады. Элиза Ла біреуден қашып жүргендей бейнені көруге болады, және лифтіге кіліп тығылғандай. Және бір көрінбейтін нәрсемен сөйлесіп тұрғандай қимыл әрекеттер көрсеткен. Және осы бейне жазбадан кейін Элиза Ла із-түзсіз жоғалып кеткен. Қонақ үйге іздестіру жұмыстарымен қатар зерттеу жұмыстары жүрілді, бірақ Элиза Ла табылмады. 2 аптадан кейін қонақ үйдегі қонақтар кранттан аққан судың өңі өзгере бастағанын байқаған. Және де судан біртүрлі дәм шығып тұр, және иіс шығып тұр деп шағымданған. Ал ақпанның 19-ында Элиза Ланың соңғы көрінгеннен кейін оның мәйіті 3 тонналық су баллонынан табылған. Демек, қонақ үйдегі қонақтар 2 апта бойы адамның мәйіті араласқан суды ішіп және сонымен жуынған. Полиция қызметкерлері бұл өлімді оқыс оқиға деген. Әрине, бұл шешімге қаза тапқан азаматшаның ата-анасымен және туыс-туғандары келіспеді. Және де мына полициялар өте күдікті болып кетті. Полициялардың таратқан лифттегі жазбада оригинал нұсқасынан қарағанда 1 минутқа аз болған. Яғни айтқанда 1 минутын қиып алып тастаған деген сөз. Және бейне сәл жылдамдап кеткенін байқауға болады. Және де мәйіттен өте аз мөлшердегі спирт табылған, шамамен 100 грамм ғана. Ал енді мен сіздерге бұл өлімге байланысты адамдардың жасаған болжамдары жайлы айтайын. Көпшілік бұл оқыс оқиға дегенге келіспейді. Себептері, ешқандай спортпен айналыспайтын нәзік қызға қалай 3 метрлік баллонға шығып кетуге болады? Олардың ойынша, оны біреу зорлаған және өлтірген. Мәйітті жасыру үшін баллонға тастаған. Оған дәлелдер, мәйітті тапқанда киімінің түймелері ағытылған болған. Және лифттегі жазбасында біреуден қашқан секілді бейне осыдан туындауы мүмкін деген. Бұл болжамға байланысты оған басты күдікті ретінде алғашында хостелдегі оның мазасын алған адам болып саналады. Не болмаса қонақ үй қызметкерлерінің бірі деседі. Оған себеп
Қыз лифтіге кіргенде батырманы басса да лифтінің есігі жабылмай қояды. Және осы болжамға қатысты тағы бір күдікті бар. Ол Regis Ramirez. Ол 1984 жыл мен 1985 жылдары осы қонақ үйдің 14-ші қабатында өмір сүрген. Және өмір сүріп жатқан кезінде ол 13 адамды өлтіріп, сотталып кеткен еді. Бір қызығы, Regis Elizalea қаза табардан бұрын бостандыққа шыққан. Және Elizalea қайтыс болғаннан кейін 2 айдан соң Regis те қаза тапқан. Және ең қызығы, бұл қонақ үйдегі жалғыз жұмбақ өлім емес екен. Бұл қонақ үйде әр жылы әр түрлі жұмбақ өлімдер шығып отырады екен. Демек, бұл қонақ үйде бірдеме бар. Не болмаса бір қылмыскер өмір сүреді. Бірақ осылай осы өлімі сол күйі жұмбақ болып қалды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұған не себеп болуы мүмкін? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарияға тастап кетіңіз. Ал достар, видео ұнаса лайк басамыз және арнаға тіркелеміз. Біз сіздерге неғұрлым жақынырақ болу үшін әртүрлі әлеуметтік желіде парақшалар ашудамыз. Солардың қатарында Instagram парақшамыз бар. Және Facebook парақшада аштық. Және де жарнама жөнінде сөйлескілеріңіз келсе, менің WhatsApp нөміріме хабарласыңыздар.